Қайырлы күн, қыздар. Қыздар, жаңа ғана мен стримге кіріп шықтым. Сәлеметсіздер ме? TikTokқа бір қызық болады екен, бірінші рет. Ол жерде біз жаңа жағаның қалай тігілуін сол жақта көрсеттім TikTokта. Енді қалай тігілу керек сіздерге Инстаграмда қысқаша көрсететін боламын. Жиі осы Инстаграмға, TikTokқа, эфирларға шығып тұрғым келіп жатыр. И еще қыздар, қазір тағы бір нәрсе айтамын. Офлайнда не тігіп үйренеміз, бағасы қанша дейді. Офлайнда өзіңіз қалаған 3 түрлі киімді тігіп үйренесіз. Жақсындай тез алып кетіп жатсаңыз 4 киімде тігіп үйрене аласыз бір айда. Бір айда 8-9 сабақ болады, аптасына 2 күннен. Өзіңіз қалаған киім тігесіз, шалбар ма, жоқ көйлек па, рубашка ма, өзіңіз таңдайсыз. Қалаған көйлекті фасонына қарай өзіңіздің ұнатқан киіміңізді тігесіз менімен бірге. Түркістан қаласынан болсаңыз, офлайн келіп оқысаңыз болады. Так, вот. Қазір осындай жаға тігетін боламыз. Осындай жағаны инемен қыстырып алдым, ортасына, прям. Енді осыны айналдыра полностью бір тігіп аламыз, одан кейін бейкамен тігіп шығамыз. Сұрақтарыңыз болса жаза беріңіздер. Мен өстіп жұмыс барысын көрсетіп отырамын. Көріп тұрайық. Жақын қойып алайын. Түркістан қаласынан боламын. Жұмысыңды істей бер. Офлайн курстың бағасы 22.500 теңге. Корсеттің бағалары 8.000-10.000 теңгеден. Жағаны тігіп алдық. Енді енелерін бәрін алып тастаймыз. Так, бекам қайда? Интересно. Көйлектердің жағасын пішу оңай. Сабақта үйретіледі ғой, қалай пішу керек. Пішу технологиясын бәрін негізінен сабақта үйретеді. Именно мынандай жағаны қалай пішу керектігі бүгін Telegram каналға салынады. Telegram канал қандай 100 тігіннің құпиясы деген бар ғой, тігіннің 100 құпиясы деген Telegram каналға салынады. Ол каналға тіркелу ақылы қылып қойдым. Өйткені осындай фишкалардың барлығы сол жақта беріліп отырады. Ала бер. Бірінші жаман атаға тұршы, қалай ниет еткен.
Küçük mайлау сияқты, иә? Да, астына түсіп кетті ол жаңа. Маған TikTokқа кірген кезде тікпей қалды ғой жаңа. Сол кезде мен ауыстырып тастадым сенікіне. Тікпесе бар ғой, анда барып соны сатып алып. Кажется, бір жерім айысқан ба, сондай болып тұр. Кейін мына жерде дәу қайшындық макет қоп. Опять же шайныр. Тағы қайшысы ғой? Да. Я көйлекті тігіп болғасын көрсетейін. Wednesday көйлек тігіп қарайсы. Қандай көйлек тегіндерге бар, бөтер көптен. Тігіп болғасын көрсетем қандай көйлек екенін. В общем, қыздар, менде мынандай кім отыр, солар білет түсінетін болады. Мына артығын барлығын кесіп тастаймыз, чтобы қазір астына бейканы тіккен кезде мешать етпес үшін. Мен не үшін эфирға кіріп жатырмын, кішкене түсіндіріп өткім келді. Бүгін стористе опрос жасаймын. Мен онлайн мастер-класс түсіріп, оған қалай келгені туралы, если интересно болса, ол ұзақ темада. Стористе емес, может, прямой эфирға шығып сіздерге түсіндіріп беремін. Айтып, да? Мүмкін біреуіңізге полезный болар. Еще тағы айтатын новость. Енді TikTok пен YouTube каналында монетизация жасаған келіп жатыр. Монетизация деген ақша түсетіндей ету. Сол үшін TikTokқа стримға енді желательно күнде шығып тұруға тырысамын. Вот қараңыздар, егер қазір мынаны былай қайырып тігетін болсақ, онда көлемі үлкен болып астында қалып кетеді. Сол үшін мына жерде де лишний болып тұрған маталарды кесіп тастаймыз. Бүйтіп аударғанда түсіргенде. Вот сол үшін стримге тоже күнделікті шығып отырамын. Сұрақтарыңыз болса, сұрай берсеңіздер болады. Бірақ Инстаграмда айта алмаймын күнде шығам деп. Может быть, аптасына бір рет, екі рет шығып тұруым мүмкін енді. Бүгінде қазір просто так ешкімге айтқан жоқпын, тупо кіріп кеттім. Сториске жаңа салдым. Кім менің сторисімді жиі көреді, колокольчик қойып қояды, солар сразу көретін болады, в общем айтқанда. Өйткені кішкене андай. Балталка эфир дейді ғой, сондай болады. Әңгіме айтамыз өзіміз, киім тігіп отырайық. Бөпем бар ғой, ар жағыңда бөпе бар ма дейді. Кішкентай бөпем бар. Бөпем өзімен бірге жұмысқа келеді. Үш жерде. Енді осыны айналдыра тігіп шығамыз. Түркістан қаласынан болсаңыз, я келін с нуля тігуді үйретемін. Жаққа да отырып көресіз, кәдімгі бытовой машинаға да отырып көресіз. Смесін тауысты ма, ема? Ұқта жасаймын. Я бесікті білейір. Көп ұқтамады. Сусқа алып бердіз? Я, неде, пакетикте. Ой. Қалтамда. Қалтамда. Вот, на. Бір шай жер. Екіншісінде алғам, сумкама салып алдым да. Или ана пакетке салып кеттім ба. Точно не помню.
Түркістан қаласынан болсаңыз, Назикоша деген Түркістан қаласынан болсаңыз, келсеңіз болады. Осылай қалай тігу керек? Біздің тігіншілермен менімен бірге осы жерде жұмыс жасайсыз, үйренесіз. Нөлден бастап, машинада тігуден бастап отырып үйренесіз. 3 сағат деп айтамыз, бірақ 3 сағат емес, 4-5 сағат отырып кетеді қыздар. Неғұрам көп отырған сайын, соғырам жақсы тігетін болады. Түркістан қаласынан болса, айына 22.500 теңгеге келіп оқысаңыздар болады. Офлайн сабақ. Ал онлайн 2 айға 40.000 теңге төлейсіздер, бірақ ол жерде 13 киімді үйренесіздер тігіп. Плюс көйлектердің сабағы беріледі 14-15 сабақ. Оны дополнительно тіге қойсыздар. Короче айтқанда оқымайсыздар. Қандай сұрақ болды тағы? Алла бөпеңізді ұзақ ғұмырын берсін дейді. Рахмет көп. Бөпем менімен бірге келеді. Келесі айдың 6-сына 6 айға толамыз. Менімен бірге осы жерде 3 айдан бастап. Жак машинаны тігу негізі ең оңайы. Алмай атыр. Айна түспей қол қазір өзім көп келме. Эфирді аяқталайыз. Даусыңыз жай шығып жатыр дейді. Я микрофон қосқан жоқпын қыздар. Машинаның дауысы қатты шығып тұрған шығар. Микрофон қосқан жоқпын. Так. Жағаны специально мына жақ бетіне қарай қайырып тастап жатырмын қыздар. Мынаны мен өзім қызыма асыл сетіп тігіп жатырмын. Эфирде болғасын. Міне. Қазынаны үтіктеген кезде ішіне қарай қайтарамыз. Міне осындай жаға шығып жатыр. Адрес Домбытада. 2-ші этажында. Маржан десеңіздер, жібереді. 2 не бар бізде? 2 ателье бар. Фонарик. Корсет тігіп сатып бастағаннан қарайын. Сізді үйде корсет тігіп бастап сатып жатқаннан қарайын дейді. Рахмет. Үйде бастадық, енді ателье аштық, ательеге көштік. Тігістер айнып кетпес үшін енемен қыстырып алатырмын. Солай ма, жақсы, Алла разы болсын, жаңағы айтып жатырған апа дейді. Рахмет. Сет ұстамай қалды ғой дейді. 1 жасар балам дейді. Күшті. Сет менде шамал жайлау болуы мүмкін. Менде телефон өткені заряды өлік қазір. Заряды өлгенге дейін мен сіздерге шамал эфир өтейін. В общем айтқанда, аптасына 2 рет солай. Үлгеріп жатсам 3 рет, үлгермесем 2 рет осылай эфирге шығып, ательеден үзіндер көрсетіп отыратын боламын. Өйткені стористе көп нәрсені айта алмайсың да, и еще әрқайсысын монтаждап, текст жазып отыруға кәдімгідей уақытыңды алады. Андай тігінмен айналысатын адамдарға реально уақыт жейді.
мен еще мына жақта қазір қыздар күтіп отыр, соларға не пішуім керек, көйлек пішуім керек. Бірақ мен қазір көйлек емес, бомбер пішсем деп ойланып отырмын. Өйткені бомбердің сезоны келе жатыр. Неге? Сатылымға бомберлер шығатын шығар, Қытай қаласа қыздар. Қазір соны пішуге отырамын. Егер пішіп атсам, сіздерге сториста өзімді көрсетсем тоже. Жеңді өстіп, үстін астын теңестіріп алғаннан кейін айналдыра тігіп шығамыз. Онлайнда прям точно не үшін оны біреп жатырмыз, қалай біреміз, насырыз, қайда қарау керек, не үшін ондай, қай бетінен тігеміз деген сияқты ақпараттың барлығы курста толық айтылады. Келген қыздарға да, офлайн оқығандарға да соның барлығы түсіндіріледі. Енді эфир болғаннан кейін мен қысқа ғана түсіндіріп өтемін. Кім бұрыннан тігіп жүр, олар уже өздері біле береді. Обедке не жейміз, қыздар? Біздің тема сол, келіп алған екен, обедке не жейміз деп. Так, мына жерде артық жіптер қалған кезде оны алып тастаймыз. Так. Сақтап қойыңызшы дейді. Прям күшті эфир емес бұл. Күшті түсінікті дейді. Рахмет. Онлайн видеоның бұрынғы качествосы андай үй жағдайында түсірілген, короче. Прям не очень деп айтпаймын. Звук қазір қалай шығып тұр, тура солай шыққан. Қазір жаңадан түсіріліп жатқанда прям микрофонмен осы ательенің ішінде, таза столдың үстінде түсіріліп жатыр. Тоқтады дейді. Онлайн видеолар качествосы бар. Даусым шығып тұр ма, қыздар? Қазір былай не дейді. Жаға салмай жүрмін. Қашаннан бастап тігіп бастадыңыз? Қанша уақытта тігіп үйренуге болады? Я онлайн оқу айына емес, 2 айға 40 000 теңге. 2 ай 13 бұйым тігіп үйренесіз ол жерде. Плюс 15 көйлектердің, детский взрослый көйлектердің сабағы сыйлыққа беріледі. Я шығып тұр дейді. Адрес қайда? Түркістан қаласында Болатхан. Ой, Болатхан деген мен ең адрес қойдым. Домбытаның 2-ші этажы, короче. Шығып тұр дейді. Қанша уақытта тігіп үйренуге болады? Негізі курстың ұзақтығы офлайнда 3 ай, онлайнда 2 ай. Так, жеңді тік-тік. Я, кішкентай қылы, жеңді тік-тік. Нарақа кішкене фонарик салдық, жағаны жасадық. Енді ат жағын біріктіреміз, сосын етекті біріктіреміз. Осымен, походу, сосын кейін эфирді аяқтайтын шығармын, өйткені телефон заряды өліп отыр. Теңестіріп алып барып, астын жақтан кетеміз. Онлайнда да тур кәсіптерге қалай түсіндіріп жатырмын, солай түсіндіріледі. Смесь дайындап берші. Смесь дайындап берші. Екі айға 40 000 теңге. Я взрослый да, детский да бар ішінде үйретеді. Ал? Я. Ерлерге де не үйренесіздер? Ерлерге шалбар, футболка и еще не үйренесіздер? Атын ұмытып қалдым ғой. Худи дейміз ғой, сондай.
қасық саласың. Вот. Енді мына жағын істегенбіз, артқы жағын. Я лекала сатылады қыздар. Бір размері 2000 теңге. Плюс доставка кез келген жаққа 1000 теңге. Ал егер 10 размер алсаңыз, бағасы 20 000 болады. Доставка менен тегін болады. Анандай жағалардың лекалалары қосылып беріледі. Қалта қосылып беріледі. Все, енді етекті қосамыз. Баламыз болып кетті. Мен үйде только бесік жасау тігемін, көйлек тігіп үйренгім келеді дейді. Я үйренсеңіз болады. Өйткені көйлекте андай ғой. Қандай айтсам болады? Мен өзім рахаттанып отырып жасаймын да. Біреулер мысалы бесік жасағанда рахаттанады. Бесік жасауды істегенде да. Біреулері перде тіккенде рахаттанып жасайды, көйлек ұнамайды деген сияқты. А менде наоборот көйлек тіккен қатты ұнайды. Енді мынау артындағы сызыққа артындағы тігісті сәйкестендіріп айналдыра тігіп шығамыз. Сонымен өз бітеді. Так, 15 минут теріс болып кетті. Үстіп айналдыра тігіп шығамыз. Сонымен негізгі құрастырылатындар бітеді. Жеңнің аузына манжет салым керек, пішілмеген екен, оны сосын пішіп дайын болғаннан кейін сіздерге көрсетемін. Сториске салам, қалай дайын болады, солай. Баламен барып оқысақ бола ма дейді. Балаңыз қаншада? Менде алдында подружкам болған, баласымен бірге келіп оқыды. Міне, белі бірдей. Сонда да болса екі жақ бірдей шығу үшін ине қыстырып аламын. Офлайн ба, консультациясын лекала дайындауды көрсетесіз ба? Қай қала? Түркістан қаласы. Түркістан қаласында офлайн бар. Басқа қаладағыларға онлайн. Даже андай бар, басқа қаладан келіп оқиын дейтін қыздарға бар ғой. Жылдамдатып 8 сабақта өтіп шығасыздар. 4-5 киімнің негізгі база лекала сызуды меңгеріп. Сөйтіп келіп үйреніп кетсеңіздер болады. Ал если уже мен тігімді білем, пішуді білем, ары қарай дамытқым келеді десеңіздер, табысты тігінші курсына келсеңіздер болады. Қалай ары қарай дамыту керек, сол туралы ол жақта айтылады полностью. Инстаграм дамыту. Бірақ оған желательно пішуді, тігуді білетін ательеңіз болса тіпті жақсы. Бірден рост болады да. Вот. Табысты тігіншіге келсеңіз болады. Қалай офлайн курс ашуға болады, онлайн курсты қалай жүргізу керек, соның барлығы үйретеді олардан. Осыны айтқанда менде 3 түрлі нәрсе бар ғой. Телеграм канал сатылады ақылы. Ол қазір тіркелі 5000 теңге. Одан кейін жаңа курс бар, онлайн, офлайн. Офлайн 1 айға 22 500 теңге. Ал онлайн 2 айға 40 000 теңге әзірге. 1 айға 20 000-нан түседі сонда. Ал одан кейін табысты тігінші бар. Дәл қазір 150 000 теңгеге ала аласыздар. Толық видео сабағы түсіріліп біткен кезде баға 300 000 болады. Өйткені реальный одан нәтиже шығып жатыр қыздарда. Қазір осыны общий сіздерге қалай болғанын анда жайып көрсетем. Аверлок жасалыну керек, одан кейін етек қайыру деген темалары бар енді қалған. Так. Мамықты еңбегің жемісін көр. Тоже лекала сат дейді. Детскийға скоро лекала шығарам қыздар. Шалбарға да скоро лекала шығарамын сатылымға. Курсқа доступ қанша уақытқа болады? Онлайнға постоянныға беріледі. Өйткені менде
бұрын айтатын 1 жыл деп, бірақ телеграм каналын ашамын, сол жерде қыздардың ешқайсысын өшіріп тастаған емеспін, өздері шығып кетпесе, қалаған уақытында көре береді. Өйткені сен қазір мысалы назапық көйлекті тігдің ба, ертең оны қайталап тіге бермейсің ғой, кейін бір заказ болып қалғанда ана есіне шығып кеткенде повторын қайталап көресің да и жасай бересің. Сондықтан менде бүкіл видеосабаққа доступ постоянно беріледі. Лекалардың бір размері 2000 теңге, 10 размер 20 000. Күшті жарайсың дейді. Тіккеніңізді сатасыз ба? Я, тіккендерімді сатамын. Мына жерде мысалға жоғарыда тұрған корсеттер сатылады. Сосын анда көйлектер бар, көйлектер сатылады. Ал бірақ именно детскийді қазір өзімнің қызыма тігіп жатырмын. Wednesday көйлек тігіп бер деген, соған Wednesday тігіп жатырмын. 1 жасар бала дейді. 1 жасар балаңызды алып келе берсеңіз болады. Айттым алдында мен подружкам келді, 5-ке ұйықтатып тастайды, немесе қасында жүреді, сонымен үйренді. Мен өзім де баламды алып келіп отырмын ғой. Пішуді үйретемін именно. Так, сұрақтар бітті, қазір мен көйлекті көрсетемін енді, иә қыздар? Так, штативтен шығарып алайын. Так. Арғы бетін қалай қойушы еді? Так. Мына. Мынаны іліп қойды. Мына корсеттер сатылады. Мына жерде тоже мына корсеттер сатылады. Менің тіккен көйлегім қазір ашамыз. 1 минут. Мына. Менің тіккен көйлегім қазір. Мынау жағасы. Мына жаққа қазір осындай ақтан, мына жерге манжет салынады. Тоже сборка жасалынып, манжет салынады. И мынау артқы жағына түймелік қадалатын жасалынады. Мынау жаққа тоже манжет, белін қостық, полный мыналарға аберлок салынады осылай. И еще етегіне аберлок жасап қайрам. Сонымен көйлек дайын. Вот, Wednesday көйлегі. Мен қызым сұрап жүрген. Осымен дайын қыздар. Қыздар, эфирді сақтамаймын, я. Может быть, ютубқа жүктеуім мүмкін. Если хотите, давайте опрос жасаңыздар, ютубқа жүктейін ба, қажет па? Бірақ инстаграмға сақтамаймын. Қажет емес десеңіздер, өшіріп тастай салайын. Вот. Қалай шыққан көйлегін мен бағалап кетсеңіздер? Я дейді. Вот. ютубқа жүктеңіз, күшті дейді. Рахмет. Рахмет. Қыздар, қазір мен сториске шығып опрос жасайым. Ертең қандай бүйім көрсетейін. Ертең бірақ сіздерге түсінікті болу үшін тағы да айтайын. Бірінші тиктокқа шығам. Тиктоктан кейін барып жалғастырып осылай рилс деппін ғой, инстаграмға шығатын болам. Күшті дейді. Рахмет. Рахмет. Осында отырған барлық қыздарға үлкен рахмет. Сұрақтарыңыз болса, дайректке немесе WhatsAppқа шыға берсеңіздер болады, қыздар. Барлықтарыңызға рахмет. Сау болыңыздар. Ертең жолыққанша.